Сәлем қыздар. Мен бүгін сіздерге осындай топырақты алып отырмын. Ішін ылғалдадым, сосын сызғыштың көмегімен осылай етіп егуге ыңғайлы қылып белгілеп алдым. Енді бұған мен қиярдың тұқымын егіп көремін. Осылай етіп қазір бұның ішінде қиярдың көшеті осыларды мінекей қойып шығамыз. Мінекей осылай егілді. Енді бұның үстіне топырақ себеміз. Топырақты мен аласа қылған себебім, ертең күні қиярдың бойы өскеннен кейін ары қарай бойлап кетпес үшін топырақ сеуіп отырамын. Келесіде мына қасымда тұрған гүлді, теңге гүлі ғой, енді красула деп айтады. Соны қалай көбейту керектігі жөнінде видео түсіремін. Каналыма жазылып, комментарий жазып отырыңыздар. Білмеген сұрақтарыңызды қойыңыздар. Жауап беруге тырысамын. Осылай септік. Енді бұның үстіне тағы да ылғалдаймыз. Сосын бетін жауып қоямыз. Бетін жауып жылы жерге қоямыз. Бүгін 11 март, сол күнді жазып қоямыз. Мінекей осылай суладым. Енді бетін жауып қоямыз. Әлде талай егілмеген тұқымдарым бар. Соларды бұйыртса егетін боламыз. Сау болыңыздар. Мінекей осылай атын жазып, қақпағын жазып қоямыз. Бүгінгі күнді жаздық. Ал сәттілік.